Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін жаңа тақырып сан, есім, ғаламшар құпиялары. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып жауап береміз. Және де сан есімдерді таба алуды үйренеміз. Бірінші 49 жаттығуға назар салайық. Мәтінді оқы дейді. Ал сендерге оқып берейін. Ең үлкен қай ғаламшар? Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп те аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шары секілді. Жыл 12 ай кітабынан. Ал келесі астында тұрған неліктен сұрақтарымен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Топпен сұрақ дайында дейді. Бұны енді сыныпта топпен талқылауға арналған нәрсеге, бұны топпен талқылаймыз. Ал келесі 50-ші жаттығуға назар салайық. Берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Құралған сөйлемдеріңде олардың қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. 1, 5, 7. Бұны мен жаздым, сендерге көрсетейін. 50-ші жаттығу. Мен бірінші немеге арман алма ағашынан, әліге алмадан біреу алып берді деп құрадым. Екінші сөзге аяру дүкеннен 5 кәмпит сатып алды дедім. Келесі, мен сапта 7-ші боп тұрамын дедім. Ал енді кітапқа қарайық. Кітапта балалар міне бұл жерде 1, 5, 7 деп тұр. Біреу дегенде көбінесе сөз таппай қалады. Біреу дегенде біреу далада ойнап жүр дейді. Біреу дегенде бұл зат есім болып қалады. Ал бұл жерде сан есімді, сын есімді неместеп керек. Яғни сан есімдерді қатыстырып сөз құру керек. Бұл жерде біреу далада ойнап жүр дегенде зат есім болып кетеді. Сондықтан мен осындай сөз құрадым. Арман алма ағашынан, әлиге алмадан біреу алып берді. Немесе Айгүл інісіне дүкеннен балмұздақтан біреу алып берді деуге болады. Ал келесі балалар 52-ші жаттығуға назар салайық. Жоқ, балалар 51-ші жаттығуға назар салайық, ал оқиық. Мәтінді көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз дейді. Ал мәтінді оқиық. Станция ауылдан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр дейді. Астындағы сұрақтарды оқиық. Сан есімдерге сұрақ қойып, қайсы реттік, қайсы есептік сан есім екенін дәлелде. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда дейді. Ал балалар, сендер қалай ойлайсыңдар бұны? Қалай астындағы тапсырмаларды орындауға болады екен? Қазір мен сендерге 51-ші жаттығуды жаздым, соны көрсетейін. Міне 51-ші жаттығу. Станция ауылдан 20 деген ол есептік. Келесі, мен жерде 5-те деп тұр. Ол негізі 5-те деген неме болатын, реттік. Үстіне жазуды ұмытып кеттім. 2-ші реттік, 3-ші реттік. Бұл есептік 20 деген. Балалар, келесі 52-ші жаттығуға назар салайық. Мәтінді оқы дейді. Ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауада, желде, суда болмайды. Айда үнемі қараңғы болып жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады. Өйткені онда тартылыс күші аз, жоқ, яғни. Айда үлкен шұңқырлар бар. Оларды кратерлер деп атайды. Келесі астындағы тапсырманы назар салайық. Мәтінге сүйеніп, мына сөйлемдердің ақиқат не жалған екендігін дәлелде дейді.
Ал көрейік. Бұл жерде жер айда айнала қозғалады. Бұл жалған. Айда жел соғып тұрады. Бұл жалған. Айда су болмайды. Бұл ақиқат. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады дейді. Ай аспаннан көрінбейді. Бұл жалған. Жерден айға қарасаң, ай үнемі дөңгелек болып көрінеді. Жалған. Айда кратерлер болмайды. Жоқ, балалар. Айда кратерлер болады ғой, е? Бұл жалған. Ақиқат бізде жай осы, айда су болмайды деген. Келесі 53-ші жаттығуға назар салайық. Ребусты шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жаз дейді. Ребустың шешуі бізде ғарышта деген сөз болып шықты. Ал енді мен оған әңгіме құрадым. Соны сендерге көрсетейін. Ғарышта 9 ғаламшар бар. Олар Меркурий, Юпитер, Нептун, Уран, Сатурн, Жер, Ай, Күн, Плутон. Ғарыш әлемі кең байтақ. Ғарышты адам әлі зерттеп болған жоқ. Ғарышта көптеген қызықты дүниелер бар. Менде ғарышты зерттеп аспан әлемін көргім келеді. Бұл кішігірім әңгіме. Ал келесі сау болғанша осы тапсырма аяқталыпты. Ал балалар, келесі сау болыңыздар. Келесі көріскенше.